Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз Ұлт пен Рух бағдарламасының кезекті хабарында аудандағы руханият мәселелері жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Қарасай ауданы әкімінің орынбасары Күлжан Әділқанқызы Дүйсенова. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Сәрсенбінің сәтінде арнамызға қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Сізбен біз осы руханият мәселесі төңірегінде әңгімелесеміз ғой. Сіз ауданда осы идеологиялық салаға жауапты адамсыз. Аудан әкімінің орынбасарысыз. Бұрын сізді білеміз, мәдениет саласында үлкен жұмыс жасадыңыз. Қазіргі негізгі жұмыстарымыз біздің елбасының сындарлы мақалалары, өзіңіз білесіз. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру. Жақында ғана шыққан ұлы даланың жеті қыры деген мақаласы шығып жатыр. Осыған байланысты сізге бірнеше сұрақ қойғымға келіп тұр. Әсіресе соңғы мақаласын ел жұрт қалай қабылдады? Өткен жылдың соңында шықты ғой. Ұлы даланың жеті қыры деген. Енді ұлы даланың жеті қыры біз аудан өте керемет қабылдадық. Мысалға мен өзімнің әр салада түсінікті қылып айтады елбасы. Әр бізге жұмыстық жоспар деуге болады. Сосын бір шындығында да біз өткен тарихымызда ұялатын нәрсеміз жоқ екен. Менен таңғалғаным мына атқа міну мәдениеті. Біздің жаңағы металлургияны бұрыннан дамытқанымыз. Соның бәрі мына кино саласын жақсарту дейді. Енді уақыт дейді ғой, архив 20-25 деп жатырмыз. Соның бәріне біз өте керемет жақсы қабылдап, өте қызу талқыланып, қызу түрде жүріп жатыр. Енді әр ұлт өзінің өткен тарихын білгісі келеді ғой. Шынында өзіңіз айтқандай, біздің тарихымыз өте көшелі тарих, ғұлама тарих, тағылым алатын тарих қой негізінен. Енді жаңа өзіңіз шет жағасын айтып қалдыңыз, бағдарлама ішінде мынау архив мәселесін қозғайды. Бұрын мұрағат деуші, қазір архив дейтін болдық жаңа термин бойынша. Бұл енді таза әр өлкенің тарихы, әр өлкенің шежіресінен құралады ғой. Сол арқылы бүкіл еліміздің тарихы, шежіресі құралады. Бұл бағытта сіздерді ауданда қандай жұмыстар бар архив бағытында? Біз енді архивтерде... Алдымен архивінің өзінің ғимараты дұрыс жер болмастан ба? Жоқ, енді ғимаратты айтып жатырмыз, ғимаратымыз бар, жақсы бәрін енді цифрлы жүйеге өткізу керек қой. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, мәдениет саласында істедіңіз. Енді мен өз саламыздан айтатын болсақ, мысалға 3,5 жыл болды, бізде ансамбль құрылды. Жаңа меценаттардың көмегіменен, жаңа өкіметтен 1 теңге алмай солай құрылды. Осы рухани жаңғыруға кіргізуге болады. Бірақ соның өзін қарап тұрсақ, ол да бір жаңағы архив екен. Мен соның өзін документін кім бізге құрып берді, қай жылы құрылдық, бір кішкентай ғана ансамбль болса да, соны мұрағатқа жасап жатырмыз. Қазір көрнекті түрде кім құрды, сол жерге қанша ақша бөлінді, бұл жерде кімнің еңбегі бар дегенде, бұны ойлап қарасақ, елбасының бұл шындығында да архив құжаттар кейін сөйлейтін болады да. Бір кездерде сізде, менде, ол кісіде болмайтын кезеңдер болады. Сол кезде бұл ансамбль елге қалады. Мысалға, соның өзі архив екен. Жаңағы жобасын кім құрды? Сол сияқты бізде де көп енді... Әр мекеменің, әр ұжымның тарихының құрылығы ауданда. Тарих соны өзім жөн көріп, соны қазір жасап жатырмыз. Соны бір көрнектілік қып, кітап қып, архивте, жаңа кабинетте тұрса, оның кейін архивке өткізсек деген. Өзімізде негізі архивтің жұмысы ол өзі жоспарға сай жүреді ғой. Бірақ мен енді қосымша айтып атқаным ғой жаңа сізге. Еркін тақырыпта болсын дегеннен кейін, жаңағы өзімнің ойымды айтып тұрмын. Сондай мәселелерге де қатты көңіл бөліп жатырмыз. Дұрыс. Ал енді архивтен шығып отыр ғой. Мынау енді Қарасай ауданы, бұл енді Жетісудың бір тамаша ауданы ғой. Жақсы жерге орналасқан, бір жағы тау, бір жағы кең дала, сарқырап жатқан өзендері бар. Дұрыс айтасыз. Ал енді кейбір деректерде архив бойынша осы аудан 28 жыл құрылды дейді. Өткен жыл 90 жылдық тойлануға тиісті. Ал кейбір деректерде 29 жылы құрылды дейді осы 1 қаңтарда. Бұның қайсы дұрыс екен сонда? Сол 29 дегені дұрыс. 90 жылдыққа жоспарымыз бәрі бекітіліп, 1 жыл бойына жасадық. Біз жаңағы телевидение болмаса газет бетіне жариялау үшін емес, кәдімгідей Қарасай еліне қызықты болсын, мысалға көгалдандыру. Енді 90 жылдыққа біз 90 іс-шара жасап қойдық. Өте тамаша, өте тамаша. 90 жақында Алакөл ауданы тойлады 90 жылдығын былтырғы жылы. Сонда олар 1 ай бойы, тойдың алдында, үлкен тойдың алдында 1 ай бойы айлық жариялап, сол ауданнан шыққан талантты адамдарды, меценаттарды, тарихшылар, ғылым докторларын, спорт саңлақтарын,
немесе бәр саланың өзінің адамдарын жинап жақсы өткізді оларда. Мен біраз аудандардың 90 жылдығына қатыстым. Ұлы даланың жеті қыры мақаласында елбасымыздың ұлы даланың ұлы есімдері деген жауабы бар, өзіңіз білесіз. Енді бұл жөнінде сіздерден шыққан қандай тұлғалар бар ауданнан, ол жөнінде қандай жұмыстар атқармақсыздар? Осы алдыңғы жылы аштық, өздеріңізде болған шығарсыздар. Бекболат Әшкеевке қойдық, жаңағы ескерткіш қойдық. Енді бәрін Тастанбек Сүйенбаев ағамыз бар. Бәрін осы жаңа сізге айттым ғой, 90 мереке дедім ғой, 90 мереке жасамақшымыз. Бір жыл бойы, біз бір ай емес. 90 шара. Соны 90 шара болады, мерекелік іс-шара болады. Оны өздеріңіз көресіздер. Соның ішінде бәрінде өзіміздің тұлғаларды қамтимыз. Бәрімен кездесулер, конференциялар, форумдар, бізден шыққан меценаттардың өзін енді армандап жатырмыз. Бізде былай ғой, қызыл кілемде тек әртістер жүргенге үйренгенбіз. Біз сондай кәсіпкерлер жүргізсек па деп, жастар жылы ғой енді. Жастар жылында жастар сол қызыл кілемнің үстінден жүрсе, өздерінің үлестері көп қой енді. Жастармен ғой қазір қанша іс-шаралар өтеді. Сонда енді көптеген жоспарларымыз бар, оны көресіздер. Енді ақынға жақын болғанын айтайын. Нұрсұлтан Әлімқұлов деген атақты ақын шыққан сізден. Соны ұмытып кетпеңіздер тегі. Жоқ, біз енді алдыңғы жылы білетін шығарсыздар. Біз творчестволық кешін өткізіп, ол кісінің әндер байқауы бәрі бар. Енді ол кісіні 90 жылдықта да тағы бір атап өтуге. Атап өтеміз, бізде бәрі бар. Нұрсұлтан Әлімқұловтың мұрасы болмайды ғой. Өте үлкен мұралар қалдырған. Дұрыс айтасыз. Енді ауданда басқа да осы өнерді, мәдениетті насихаттайтын қандай жәдігерлік орындар бар? Жаңа музейлер, мұражайлар дейміз, басқа. Біз енді тарихи орындар. Енді жаңағы іскер азамат ел тірегі дейміз ғой, рухани жаңғыруда бар ғой. Сол жөнінде бізде жаңағы анаға құрмет. Білесіздер, ол қызыл кітапқа енді, соны жүгіріп документін жасап, құжаттарын бәрі дұрысталып, қызыл кітапқа кірдік деп айтуға болады. Батыр баба жаңа мұражайы бар. Өздеріңіз білесіздер, 2017 жылы Атамекен мұражайы елбасына арналған. Өлкетану мұражайы өте керемет. Енді атап айту керек, бұның бәрі іскер азаматтардың арқасында біткен. Ол жерде жаңағы үкіметтен емес, жаңағы өзіміздің іскер азаматтарымыздың жасаған. Іскер азамат ел тірегі деген бағдарламамен рухани жаңғыру арқылы көрнектілік бізде өте көп. Сырттан келеді, шет мемлекеттерден келіп қарап қызығушылық танытып жатыр. Шетелден туристер келгенде сіздер қандай тарихи орындарға апарасыздар? Сол жаңа біз анаға құрметтен сымылда деп бастаймыз. Екеуі қатар тұр. Анаға құрмет, батыр бабалар, Атамекен, сосын өлкетану мұражайы бар, білесіз. Елбасының оқыған мектебі, іргетасы, сол жерде де керемет мұражай бар. Көп позициялардан құралған. Соның бәрін көрсетеміз. Енді бір күн жетпейді деп айтуға болады. Бізде ол жағынан өте керемет музейлеріміз бар. Көрсетеміз. Оның ішінде музей болғанда да құндылықтармен бағаланады ғой. Құндылықтармен бағаланады. Көшпелі түрде биыл осыны 90 жылдықта көшпелі түрде барсақ деп отырмыз. Осы аудан, өзіміздің облыстағы аудандарды араласақ деп тұрмыз. Осы музейлер көрсе деп. Облыстағы барлық аудандарға солай жасап қойдық. Тарихын көрсетесіздер, аудан тарихын. Ауданның 90 жылдықта. Өте жақсы екен. Өте жақсы. Ал енді мына округтерде, сіздер енді ауылдық округтерде де осы 90 жылдық қамтыла ма, адамдар қатыса ма? Әрине, округтерде жаңағы Жасыл ел бағдарламасы бойынша таза ауылым, таза қалам, көгалдандыру бәрі ауылмен конкурсты түрде бір қызықты болады. Менімше осы биылғы жылымыз орысша айтқан насыщенный дейді, сондай өте ізденімді жыл болады. И ол жаңағы ол халыққа, елге беретіні көп. Енді өзіңізде куә боласыздар. Осы 90 жылдық аясында көп жоспарларымыздың ішінде қамтылады. Ауылдардың, енді елбасы айтты ғой, жастар жылы ауылды көтереміз, сондықтан ол мәселелерді біз бірінші көтеріп жатырмыз. Сәттілік тілейміз. Жалпы елдің алдында, жалпы биліктің алдында, немесе аудандық әкімдіктің алдында белгілі бір мақсаттар болса, ол міндетті түрде жүзеге асады. Сонысын халықты бір орталыққа бағындыруға, бір орталыққа жаңағы әкелуге, соларды иландыруға, немесе бір мақсатқа жұмылдыруға үлкен дүние ғой бұның өзі. Біз әдетте кейбір адамдар түсінбейді. Ой, тойлап жатыр екенсіздер, 90 жыл тойлап жатырсыздар, той не керек? Елдің жағдайы мынандай болып тұрғанда дейді. Бұл рух қой. Той деген рух. Ол мысалы айтқанда бір адамның қалтасынан шықпайды ақша деген. Бұл жерде меценаттардың жаңағы Атымтай Жомарт әр ауылда бар ғой. Жаңа өзінің шет жасын айтты. Сол азаматтар өзі көтереді. Бірақ ол халықтың рухын көрсетеді. Сол тұлғаларды танытады. Осы жалпы идеологияға салаға енді елбасымыздың алғашқы мақаласы рухани жаңғыру үлкен әсер етті ғой.
Бұл жөнінде облыстық бағдарлама қабылданды. Сіздер ауданда осы жөнінде қандай бағдарлама қабылдадыңыздар, қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Рухани жаңғыру, мен жаңа да айтып кеттім ғой, мына қазына, әскер азамат, ел тірегі, өзгеріс төзінен баста өте көп қамтыдық. Мысалы, бізде жаңа ансамбль деп айтып кеттім, сол ансамбльдің өзінде өздерінің біздің күйімізге шейін өзіміздікі, жаңағы өз шығармаларымыз бар. Соны жаңағы оны архивтеуге де болады. Оның өзін біз клиптерін жасап, ол да сіз айтқандай өкіметтен бөлінген қаржы емес, ол жаңағы іскер азаматтардың қолдауыменен былтырғы жылдың өзінде біз 2 клип түсірдік жаңағы күйлерімізге. Заман ажыры тәуелсіздігіміздің ол 25 жылдығына шыққан күй еді. Осында облыстық байқауда, ғасырлар үні байқауында гран-приді иелендік. Сонда мына заман ажырының өзі қазір архив, оның клибі бар. Клибі болған соң ол архивте қалады деген сыңай. Сондықтан бұл рухани жаңғыру бағдарламасында бізде жаңағы салынып отырған музейлеріміз барлығы дерлік осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында. Жомарт жүрек, мысалға асар дейміз, соның бәрі өзімізге қанымызға жақын дүниелерді біз оның бәрінде көптеген істер атқарылып жатыр. Енді 2 жобамыз бар, биылғы мына фок дейміз ғой, соларымыз биыл ашылады, Алла бұйырса. Енді өте жақсы жұмыс істедік деп айтуға болады. Мына жаңа 90 жылдықтың аясында, рухани жаңғыру аясында өзгеріс төзгіннен баста деп, біз мемлекеттік қызметшілер, мына 90 жылдыққа орай Батыр бабаның арты бар бізде, жаңа аллея дейді ғой, бақ. Сояққа 300 ағаш ектік. Сіз айтқандай, дұрыс емес түсінеді, оның керегіне өкіметтің ақшасы дейді. Ол біз мемлекеттік қызметшілер өз қалтамыздан алып, кімнің қандай шамасы бар. Мысалға, ол болашаққа қалады, тал. Мысалға, ағаш. Мысалға, ол енді, оның өзі рухани жаңғыруға кіргізуге болады. Мысалға, біз солай өзгеріс төзінен баста деп, мемлекеттік қызметшілер жаңағы аудан әкімнің бастауымен, маслихат депутаттарының бастауымен үндеу беріп, оған өте жақсы келдік. Бәріміз өзіміздің қаражатымыздан ауданымызға 5 ағаштан әркім қанша ағаш еге алады. Сонда енді ол 90 жылдық аясында да солай көгалдандыруға көп енді ол сіздің жаңа жасап жатқан істеріңіз бағдарламасы, елбасының бағдарламасымен үйлеседі, кіші бағдарламасымен, туған жер деген. Туған жерге туыңдық. Туған жер деген. Бұл бағытта да қандай жұмыстар бар осыдан басқа? Сіздерден басқа да азаматтар туған жерден көп адамдар шыққан бар, меценаттар шыққан, бизнес өкілдері шыққан. Бұлар қандай жұмыстар атқарып жатыр? Бізде меценат жаңағы Хама парк деген үлкен мейрамханамыз бар, білесіздер. Сол жерде ол кісі депутат, Серікхан Саметович деген ағамыз бар. Ол кісі мысалға өткен жылы жаңағы жетім бала мен жетім қыздың тойын жасап, өзі 3 миллион теңгеге сондай көмек көрсетіп, үй болуына былай жас отауды демеп жүруге жаңағы газ сервис холдинг дейді. Ол кісілердің де жұмыстарын атап өту керек. Жомарт жүректен ол кісілер де өзінің шарапатын тигізіп жүрген кісілер. Алдық, номинацияны да жеңіп алдық. Сондықтан ол тыныш жатты деп айтуға болмайды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында атап көрсететін азаматтарымыз өте көп. Енді солардың бәрі жинақталып кеп, тағы да елбасының кіші бағдарламасы бар. Мынау жаңа есім деген өзіңіз білесіздер. Осы уақытта қандай жаңа есімдер бар? Жаңа есімге де біз өткіздік. Ол есімде де бар жаңағы агроқұрылыс несінде бидайды ойлап табу дейді ғой. Оған да бізден Шолпан есімді қызымыздың жаңағы нелерін өткіздік 100 есімге. Ол кісі көп жұмыстарын біз енді онша біле бермейміз. Мына дәнді дақылдар дейді ғой. Ғылыми жұмыстан сол кісіні ұсынып отырмыз. Енді Алла бұйырса, ол кісімен де бір кездесулер өткізіп, өнімнің бір сортын ойлап тапқан жаңа енді мен бидайдың, сол бидайдың өнімін тапқан жаңа 100 есімге. Енді ондай лайық адамдар бізде өте көп, бірақ осы былтырғы берген адамды айтып отырмын, жаңа Шолпан деген қызымыз өткіздік, бердік. Енді ол кісінің жобаларын, жұмыстарын оқысаңыздар. Енді мен қазір ол саланы жақсы білмегендіктен ашып айтамай отырмын, бірақ түсінігімде жаңа оққанымда енді ол кісінің еңбегі деген енді ұлан қайыр, ғылыми еңбек. Біз әрбір жаңалықта халыққа жеткізуші адамдармыз. Сіз әсіресе мемлекеттік қызметкерлер, біз ақпарат саласының адамдары. Енді өзіңіз білесіздер, былтырғы жылы қазан айында елбасының жолдауы жарияланды елге. Сол жолдау бойынша қандай жұмыстар жасап жатсыздар? Қандай түсінік жұмыстарын, үгіт насихат жұмыстарын жасап жатсыздар бұл жөнінде? Жолдауды да жақында аудан әкімдерінің есебі басталады деген сияқты. Есепке де тиянақты түрде дайындалып жатырмыз ол жұмыстар, бірақ жолдауды да талқылап, халықпен кездесіп,
жаңағы жастар жылы деді, ауылға көңіл бөлуіміз керек деді, әр жылында айтып кетті ғой, мысалға спортқа көңіл бөлу керек деді, алаңдарды жасау керек деді, оның бәрі қаржылай жаңа сұраныстарды айтып, үйлер болса үйдің алдында тұрғын жаңағы спорттық жаңағы алаңдар дейміз ғой, соның бәрі халыққа түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, ол халық өте жақсы қабылдады. Биылғы жолдауы тегі ерекше болды ғой, түсінікті, нақты айтылды. Сондықтан оған да халық өте қуанып жақсы қабылдады. Үлкен өзгерістер алдымызда күтіп тұрған аян, ол енді латын әліпбиіне көшу. Оны өзіңіз білесіз. Ол енді бүкіл қазақ графикасы дейміз, қазақ әліпбиі көшеді. Ескі бұрынғы кітаптарымыз біздің кредитцияда жазылған. Енді латынға көшу үлкен науқан, былайша айтқанда. Санаға салмақ түсіретін науқан. Мысалы, біз сияқты біраз жасқа келген адамдарға ол қиындау болуы мүмкін. Жастарға қазір олар күнде смартфонда ойнап тұр ғой. Оның бәрі ағылшынмен әріптермен берілген, латын әліптермен, олар тез меңгеруі мүмкін. Бұл бағытта сіздерде ауданда қандай жұмыстар жүріп жатсыздар? Бізде түсіндірме жұмыстары, жаңа дұрыс айтасыз, латын әліпбиінде жаңа билбордтарды ілу, қосымша жұмыстардың бәрі жасалғанменен, түсіндірме жұмыстарымен ауыл-ауылдарды, елді мекендерді аралап шықтық. Жаңа латын әліпбиін түсіндіру жөнінде, ол жөнінде де халықпен кездестік. Сонда сіз айтып жатсыз, жаңа үлкен кісілер түсінбейтін шығар деп, керісінше үлкен адамдар өте қолдап жатыр. Оған өте жақын, біз үйренгенде оны басы сонда неге жастар үйренбейді деген сауалдар керісінше үлкен адамдардың қолдауына өте ие. Біздің аудан оған жаңағы жастардың өзінде де біз қиналып қалмаймыз ба, сабақтарымыз күрт төмендейді деген кезде осы аға буын үлкен өкілдер ұстаз болған апайларымыз, неге сіздер жастар жаңағы үйренбейсіздер, біз өзіміз үйренеміз, ол бізге өте қызықты жаңағы латын әліпбиін қолдау. Біз 16 000 адам өз ерікті түрде жаңағы диктант жаздық. Содан аудан көлемінде қорытындысы өте жоғары деп алдық облыстан. Менің өзім жаңағы жазғанда біріншісінде қорқақтап, қалай болар екен мына диктанттан деп, жоқ, қазірдің өзінде өзімізді үйретіп жатырмыз. Жаңағы сообщение дейміз ғой, бірімізге хат жазудың өзінде латын әліпбиінде жазып, жоқ, сен мына жерде қате жаздың, былай деп, біз ол түсіндірме жұмыстары халықтың ортасында да өзгерісті өзінен баста деп, біз өзімізден бастауымыз керек. Өзімізде соған ақырындап дайындалып жатырмыз. Кез келген жаңа нәрсенің Гүлжан қиындығы болады. Ол міндетті түрде, бәрі оңай, бірден бәрі қарсы алып жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деуге келмейді оның бәрі. Әр адамның санасы әртүрлі. Мысалы, біреу тілге икемді болады, тез ұғып алады, біреу жайлап, оған әр адамның ұғымы, түйсігі, санасы түрлі ғой. Сондықтан бұл жөнінде үлкен қиындықтар болады. Себебі жаңа біз шет жағасын айтып жатырмыз, оқулықтарды түгел көшіруіміз керек әлі. Енді дұрыс айтасыз. Көркем әдебиетіміз бар, жаңа сіз айтып жатқан мұрағаттарыңыз бар, архивтеріңіз бар. Бұның өзі үлкен жұмыс. Бұл идеология саласында жүрген сіздерге үлкен салмақ түсіретін жұмыс ары беріден кейін. Өйткені бірінші кезеңде өзі кезеңмен көшкен кезде орысша қазақшасы қатар кириллица мен латын қатар жүреді ғой. Бірте-бірте ақырындап процент азайып отыру керек кириллицаның. Латын көбейіп отыру керек. Қиындығы бар деп енді көшпеуге болмайды ғой. Елбасы айтылды, өзімізге де сол тарихымызға да керек бұл тіл. Сондықтан үйренуге тырысамыз жаңағы. Бәрі керемет болып, ертеңгі күні бәріміз латынша сөйлеп жазып кетеміз деген емес. Бірақ жаңағы тәрбие отбасынан басталады ғой. Сөйтіп өзіміз жаңағы үйретуіміз керек деп ойлаймын. Жүйелі бағдарлама бар ғой әйтеуір. Бағдарлама бар, халықта түсіндірме жұмыстары. Сол коворкинг орталығы дейміз біз. Сондай өзімізде кітапханамыздан ашылды. IT сыныбы, сол жерде латын әліпбиінде үйретіп тұратын жаңағы үшінші сіздерде енді тіл оқыту орталығы да бар емес пе? Орталығымыз да бар. Бірақ енді ол бір орталық Қарасаудан үлкен, өзіңіз білесіз, ол ауқымды аудан. Басшы болу үшін міндетті түрде біреулерге үлгі болу керек қой. Қазір мынау интернет заманы, кітап оқымайды деп жатамыз. Өзіңіз қалай қарайсыз кітапқа? Кітап оқисыз ба? Кітапты өте жақсы көремін. Өзіңіздің бір кітабыңыз болды, осы Ермек Орынбасарұлы бір алып келіп берді. Жаңағы Есенқұл Жақбеков ағамызды басыма жасап оқимын деп айтсам болады. Мен мынау қазіргі енді бізде қолымыз тимейді ғой, жұмыс болғандықтан кітапты алып жүрмейміз. Сондықтан мына Facebook порталдарында қазір өзіңіз де білетін шығарсыз, Айзат Рахай деген қызымыз шығып жүр. Осы өткенде мына жаңағы жүлде алды. Үлкен Астанада марапатталып келді ол қызымыз. Мен былай ол қызды танымаймын, бірақ сол портал арқылы мұз үстіндегі қызғалдақ сол өте сүйіп оқимын.
кітап оқымайтын адамның сөз мәнері де болмайды ғой, өзі кітаптан басталады барлық дүние. Сондықтан біз бала кезімізде бізде интернет желісі болған жоқ, өзіңіз білесіз. Сондықтан кітапханаларда таңға оқитын едік қой, бір кітапты алсақ аяғына шығу үшін таңға оқитынбыз. Біздің ұрпақ қой, кішкене оқитын. Болашақта интернетке қарап отырып, телміріп отырып, қазір смартфоннан айырылмайды, балалар кітап оқымай ма деп қорқасыз. Сондықтан сұрап жатқаным ғой. Мына енді газет туралы айтсаңыз, газет қалай парақтайсыздар ма? Парақтаймыз. Енді өзіміздің газетіміз Заман Жаршысы, енді Жетісу, Агнел Алатау, енді оны қалай оқымасақ болмайды ғой. Қайта-қайта телевидениені қарауға уақытымыз жоқ болып қалуы мүмкін. Сондықтан оны күнделікті қараймыз. Ал енді сіз енді таза газетке ауданда жаздыру мәселесін сіз жауап беретін шығарсыз ғой емес? Иә. Биылғы жылға қалай, аудан халыққа қалай жақсы жазылып жатыр ма? Жақсы жазылып жатыр. Жақсы жазылдық. Жазылдық. Жақсы жазылдық. Өйткені енді газет, енді барлық үйде интернет бар деп айтуға келмейді ғой. Жасыратықты ауылдық жерлерде үлкен кісілер болады. Газетке жазылып, облысымыздың, республикамыздың не болып жатыр, ауданда не болып жатыр, соның хабарын біліп отырса, ол жаман болмайды ғой. Енді жаңа өзіңіз шет жағын айтып қойдыңыз, әлеуметтік желіні шыр айналдыратын сияқтысыз, байқаймын. Өзіңіз әлеуметтік желінің қайсында барсыз? Енді мен Инстаграмда да бармын, Фейсбукта да бармын, бірақ Инстаграмда үйдегі жанұямызда қыздарым күліп жатады, мама подписчигің көп екен деп, бірақ Инстаграм желісінде мен көп отырмаймын. Қыздарым ертең күні қалады, ол да архив қой, сөйтіп салып жатады, бірақ Фейсбук желісінде көп отырамын, өйткені жұмыстарыңызды қай не арқылы, сайт арқылы? Фейсбук арқылы насихаттаймыз. Фейсбук арқылы, Инстаграмға да саламыз. Жұмыстарды қараса. Инстаграмға да саламыз, бірақ Фейсбукты өзім көбірек қолданамын. Шындығы керек. Өзіңізге оңтайлы болып тұрған? Оңтайлы, сол маған ыңғайлы. Енді Гүлжан Әділханқызы, сізді шақырып бүгін отырғанымыз мына біздің бағдарламамыз көріп отырсыз, ұлт пен рух деп аталады. Тікелей елбасының бағдарламалық мақаласынан кейін дүниеге келген. Бұл таза ұлт, рух, ұлтымыздың рухы туралы бағдарлама. Сондықтан біз бір-екі сұрақ осы ұлт жөнінен қойып өтсем деп отырмын. Сіз мысалы біздің ұлтымыздың қандай жақсы қасиеттерін айтар едіңіз, ең алдымен аузыңызға түсетін? Қазақ ұлтының біреуге айтқанда, таныстырғанда, қадірімізді дейтін бар ғой, қазақтар шетелдіктерге таныстыру деген сияқты. Сіз бірінші қазақ ұлтымыз мынандай деп қандай қасиеттерін айтар едіңіз? Қазақ ұлтымызда бізде енді біз қонақжаймыз. Сосын алдын ала болжап отырамыз. Ырымшыл халықпыз, мен соны айтатын едім. Сосын енді қонақжай болғаннан кейін жай жаспарды бұрынғы мәселелерде біздің қарияларымыз шешіп отырған ғой. Сондықтан біз қарияларымызды, үлкен апаларымызды көріп өскеннен кейін, бір сөзге тоқтағандығымызды мен қазақтың енді өзім соны мақтаныш етемін. Біз сөзге тоқтайтын халықпыз. Сөзді құрметтейтін халықпыз. Дұрыс екен. Өзі ұлт жалпы кезген адам өзінің ұлтын сүйген адамнан жақсы қасиетті киелі адамдар шығады деп мен ойлаймын. Сіз енді ал енді ұлтымыз рухты болу үшін не істеуіміз керек? Ұлтымыз рухты болу үшін сананы жаңғыртуымыз керек, ішкі ойымызды жаңғыртуымыз керек. Бізде сол мәселелерде кішкене жетіспей жататын, көңілге қонбай жататын дүниелер де бар. Оны да айта отыру керек. Жұмысқа жаңағы қазақта сол ең біздің жағы атап айтуға болады, біз кішкене көре алмайтын халыққа жатамыз. Сондықтан соны қоюымыз керек. Өссе шалып жатамыз деген дүниелерге мен намыстанам, шындығы керек. Өскен елді қолдау керек, қолпаштау керек деп ойлаймын. Біздің уақытымыз болып қалған сияқты. Гүлжан Әділханқызы, үлкен рахмет. Мынау келіп жатқан жыл жаңа басталып жатыр. Жаңа жылда үлкен бағдарлама белгілеп отыр екенсіздер. Ауданның 90 жылдығына байланысты 90 түрлі іс-шара белгілеп отыр екенсіздер. Біз бәріне сәттілік тілейміз. Келіп бізбен бірге бүгін мына облыс Жетісу телеарнасының көрермендеріне, облыс көрермендеріне, ауданда болып жатқан руханият саласындағы мәселелерді айтқаныңызға үлкен рахмет. Еңбектеріңіз жеміс тілейміз. Қарасай ауданы елбасымыздың кіндік қаны тамған аудан. Бұл енді алғашқы лекте болуға тиіс, әрқашан үлгі болуға тиіс. Енші сол саптан табыла беріңіз деп тілек айтқымыз келеді. Өзіңіздің отбасыңызға аман тілейміз, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бізбен бірге болған Қарасай ауданының әкімінің орынбасары Гүлжан Әділханқызы Дүйсенова. Әрбір сәрсенбінің сәтінде аман-есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.